Қайырлы кеш, дәулетті оқырмандар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Бүгін менің декретке миллионмен деген сабағына жеңілдіктің соңғы күні. Бегарысқа жазып, төлем жасап, логин пароль күтесіздер. Ал енді бүгінгі біздің тікелей эфиріміз жалпы заңдық сауатқа арналады, құқықтық сауат дейміз, қаржылық сауатты да айтамыз. Ол үшін біз адвокат, яғни заңгермен тікелей эфирге шығамыз, алимент мәселесін қозғаймыз. Одан кейін бүгін байқадыңыздар, я, әркім өзінің құқығын жақсы білетін болса, қоғамда көптеген заңсыздықтар орын алмайтыны сөзсіз. Бүгін Эйр Астананы неше күннен бері шулатып жүріп, компенсацияны да алдық. Бірақ бұл үлгі ретінде көрсетілген, яғни әрбір азамат солай өзінің құқығын соңына дейін қуалайтын болса, қоғамда да әділдік орнайтыны сөзсіз. Қайырлы кеш бәріңізге. Тілеужан мырза, біразыңыз танисыздар деген ойдамын. BinCloud жабылды ма дейді. Жабылса да, ашылса да пирамида ғой оның барлығы. Тілеужан мырза, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Тікелей эфир сағат 10-да деп афишасы қойып, сағат 10:30-да күтіп отырсам, Бегас жазады, эфирге кірмейсіз дейді. Тілеужан мырза, енді өзіңізді оқырмандарға таныстырып өтіңіз. Мен енді сізді сырттай танимын. Сізде сол заңгер ретінде, адвокат ретінде шырпыр болып, талай қазаққа көмектесіп, талай қазақтың көзін ашуға, сол жаңағы пирамидаға алданатын азаматтарымыз өте көп, қаржылық пирамида, я. Соның барлық басы-қасында жүріп, енді сізде талай қазаққа көмектесіп жүрсіз ғой. Мен сізді сыртыңыздан өте жақсы танимын. Енді өзіңіз оқырмандарға таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Рахмет, Дәулет. Біріншіден енді өзіңіздің осындай тікелей эфирге шығып, осы халыққа ылғи да өзіңнің кеңесіңді беріп, көптеген сауапты істер жасап жүрген көріп жүреміз. Енді бізде сондай бір сауаптан құр қалмайық деп тікелей эфирге шығып отырмыз. Мен енді Алматы қаласында тұрамын. Алматы қаласының адвокаттар алқасының адвокатымын. Осы салада жүрміз енді қанша уақыттан бері, бірақ осы көптеген кеңестер беріп жүрміз. Бүгін енді арнайы сол сіздің де оқырмандарыңызға да өзіміздің бір кеңесімізді берейік. Кішкене болса да халықтың көзін ашайық, заң жағынан сауатын ашайық деген сияқты бағытта жұмыс жасап жүрген адвокатпын. Енді маған көп адам сұрап жатады, жалпы қазақтардың деңгейі қаржылық сауат жағында деңгейі қалай деп айтады, енді сауаттылық қаржылық жөнінде. Мен үнемі айтамын, төмен, әлі өсу керек, әлі даму керек. Мына банкке барған кезде бір нәрсені біліп бару керекпіз деген нәрсені жиі айтамын. Ал енді дәл осы сұрақты сізге қойғым келеді. Қазақтардың заңдық сауаттылығы қай деңгейде, бір 100 балдық шкаламен есептейтін болсақ, қандай баға бересіз? Қандай шкала қояр едіңіз 100 балмен есептейтін? Өте керемет сұрақ қойдың. Негізі біздің қазақтардың заң жағынан сауаты өте төмендеу. Көп жағдайда өзінің құқықтарын біле бермейді. Көп жерде осы алданудың барлығы, осы пирамида болсын, басқа да осы алаяқтарға алданып жатқан халықтың көбісі өзінің осы құқықтарын білмегеннен, сосын біздің енді қазақтың менталитетінде кішкене мынау аңқаулық дейді ма, әлде мынау сенім, көп сенім артады. Біреудің алдауына тез сеніп қалады деп айтқым келеді. Соның салдарынан өздері кейін опық жеп жатқан жағдайлар өте көп болып жатады. Енді мен адвокат ретінде бізге көптеген сұрақтардың басым бөлігі осы жаңағы пирамидаға алданған, сосын қаржы ақшасын алаяқтардың қолына беріп, компания дейтін кооператив деген сияқты осындай ұйымдар көбейіп кетті. Осындайларға ақша салып үй аламын деп алданған халықтар өте көп хабарласады. Мен енді оларға барынша ондай ұйымдарға сенбеуге, өткен пирамида ол ешқашанда сізге пайда әкелмейді. Мына кооператив деген ешқашанда сізге пайызсыз
үй алып беру ол мүмкін емес, ол жаңағы ешқандай мемлекет кепілдік бермейтін ұйымдар олар деген. Сондықтан ол кез келген уақытта бастапқыда мүмкін жаңағы бірнеше адамға беру мүмкін, адамдар тарту үшін. Кейіннен олардың барлығы жаңағы адамның өзінің көлемі көбейген кезде өзінің құйтырқы әрекеттерін қолданып, алдап кетіп жатқан жағдайда өте көп кездесіп жатыр. Сондықтан ондай ұйымдардан аулақ болған, енді өзіңізді осы баспана жөнінен жақсы білеміз, көптеген адамдардың ризашылығын, баспаналы болып жатқан адамдардың әсіресе естіп жатамыз. Сол енді мен көбінесе мына енді отбасылық банкілер бар, мемлекеттің өзінің кепілдік беретін, сондайларға ұсыныс жасап жүремін. Сондықтан енді мынандай пирамида сияқтылар, кооператив сияқтыларға тез алданып қалады біздікілер. Өйткені олардың ұсыныстары өте оңай, ұнайды халыққа. Былай айтқанда 1 миллион теңге саласың, ай сайын 50 мыңнан төлеп тұрасың, 10 жылда құтыласың деген сияқты өте тиімді ұсыныстар айтқан кезде біздің халық қанша ондайға сенбе деп жатсаң да соған барып тұратын адамдар бар. Өйткені маған тиімді дейді ол. Ол сізге тиімді емес, ол сізді алдап жатыр шақыру үшін. Өте оңай тиімді жолдарын айтып десек, соған халықтың алданып жатқан көп жағдайлар кездесіп жатады. Сосын барып бізге келеді көмек сұрап. Осындай жағдайлар көп. Сол үшін халықтың көптеген адамның көзін ашу керек. Осы да өзіңде әйтеуір осындай жағынан көп көзін ашып жүрсіз ғой. Бізде енді мына заңның көп білмейтіні құқығын, мысалы адам өзі кетіп бара жатқан адамның өзін көшеде ұстап алып, сізді жаңағы полиция органдарына апарамыз, сізден жауап аламыз, сіздің үстінен арыз түсіп жатыр деген сияқты әрекеттер болған кезде, мына жеңіл полиция басқармасына барғаны өзінде де өзінің құқығын білмейді. Мысалы, не үшін ол жерге апарғанын білуге, немесе жаңағы қандай үстіне арыз түсіп жатыр, ол арызды білуге, сосын жаңағы адамның өзі ұстау жаңағы уақыты болады ғой. Адамды полиция басқармасына апарған уақыттан бастап өзінің құқығын білу керек. Яғни мен не үшін келдім, қандай арыз түсті мен үстімнен, мен не үшін алып келдім бұл жерге. Одан кейін мен жаңағы ұстайтын уақытым, мысалы заңда көрсетілген, мысалы 4 сағат уақыт па, 4 сағаттан артық ұстауға болмайды адамды. Жауап алу хаттамасы 4 сағаттан артық болмау керек. Одан кейін ол адамның кінәсі жоқ болса қайтадан жіберу керек деген сияқты құқықтарын көбісі білмейді. Азаннан кешейін сол полиция басқармасында жүрдім, сандалып деген сияқты, күтіп жүрдім деген сияқты әңгімелер айтады. Осының барлығы айналып келгенде өзінің жаңағы құқығын білмегендіктен. Тілеужан мырза, мынандай бүгін жағдай болды. Мына жерде бір оқырман жазады да, BingCloud-қа алдандық, не істейміз дейді. Не істейсіз? Қараңыздар, бір қызық айтайын. Мынаны бір оқырманым жіберді. Мынау BingCloud деген бір бәле чаттан скриншоттар. Сонда мен жазған BingCloud, InCloud ештеңеге сенбеңдер деп ше. Сонда қараңыздар, сол чатта мені тура бір 7 атама дейін былайша айтқан кезде дәулет өтірікші, дәулет ол қазақтың байығанын көре алмайды, сол үшін ол сөйтіп жазып қойған, дәулет ол өкіметтің адамы. Міне мен маған уже скриншоттар келеді, қуанам да сондай нәрсені көруге. Сөйтеді, енді келіп мына жақта келесі чат жазады. Сол кезде дәулетті тыңдау керек еді. Дәулетті де апарып тастағанбыз, сондай бір сондай етіп, мә енді біз алдандық па, мә саған менде кредитім бар деп. Міне мына жерде уже басқа әңгімелер кетіп жатыр да, дәулетті тыңдау керек еді деп. Басында міне мен апарып тастады, ойбай мынау қазақтың байыған, пирамида дегенде тез байып кетесің, бірақ қайдан байып жатырсың деген сұрақ. Сен біреудің салған ақшасына байисыңдар, осыны ойланатын уақыт болды ғой. Міне жазды, BingCloud ала алмай қалды. Сосын біреу жазады, ойбай, BingCloud алдамайды ғой, алдаса банкет жасамайтын еді ғой. Банкетті любой адам жасай береді ғой. Біздің міне санамыз до того сондай да, банкет жасайды, сіздің салған $200, біреу $300, біреуі $1000 салады. Банкет жасау оңай ғой, біреудің салған ақшасына банкет жасай саласың. Сондықтан міне маған да міне бүгін сол скриншоттарды келді, міне алдандым деп жазды. Осының бір апта бұрын Tesla медиаға менің ағамның кластасы 700 мың теңгеге алданып қалған. Tesla медиа дейді, лайк басып ақша табатын дейді. Оған да салмаңдар дедім. Ондай чатта жүреді, басында любой компания басында ақша береді. Соңында алданасыздар, оған уақыт керек. Міне осыны қанша айтсам да, соңында міне дәулет, басында дәулет оңбаған болады, кейін дәулетке жететін адам жоқ болады. Мына чаттардың өзім қарап, өзім беріп отырмын, аққа құдай жақ. Соны қанша айтсақ та түсінбейді. Ал енді сол пирамидаға алданғандар ақшаларын қайтара ала ма деген сұрақ туындайды осындайда. Пирамида деген нәрсені мен көптен бері зерттеп келе жатқан адаммын. Мына әншілер қауымы да енді көптеген лотерея ойындары ойнатты кезінде. Соның салдарынан көптеген адам алданды. Ешқандай ол жаңағы тұсқа тігілген автокөліктерде мүлдем болмаған, сондай жағдайлар орын алған болды. Көп осы істерге көп қатыстым. Енді мен бұдан түйгенім,
пирамидаға адам кірер кезінде олардың жаңағы өзінің тәсілдері бар ғой. Мысалы жаңағы 10 мың салсаң 15 мың қылып береді, 20 мың салсаң жаңағы 30 мың қылып береді. Бастапқыда солай кіргізеді адамды. Оны алған адам жаңағы ақша салып, ең соңында үлкен қомақты ақша салғанын күтеді олар. Сол қомақты ақша салғаннан кейін барып жаңағы связды, жаңағы байланысты үзетті, әрі қарай уже ол адаммен хабарласу мүмкіншілігінен айырылады. Яғни бір-бірімен хабарласу. Өйткені ол алаяқтардың күнделікті қолданатын тәсілі. Енді мен мынандай қызық, осы әншілер қауымына алданған көптеген адамдарды қорғап, мен осы талай телеарналарда шығып жүрдім, осы шырылдаған халықтың жанын ашып. Сол кезде сол алданған халықты мен қорғап, өзім сондай бір WhatsApp-тан чат ашқанмын. Бұл жерде 50 адамды мен қорғадым. Жаңағы осы әншілердің лотерея ойындарына салған, одан кейін инвестиция деген бәле бар. Инвестицияға 500 мың салсаң 700 мың аласың деген сияқты осындайларға салған адамдардың қорғап, мен осындай үлкен бір 50 адамдық шат ашып, сөйтіп адамдар сода неге отқам. Бір күні Шымкент қаласынан тағы да осындай халық хабарласатын маған. Осындай бір пирамидаға алдандық, соған бізді қорғаңызшы деп. Сол кезде мен ол адамдар қорғауға, ол адамдар маған бәрі жаңағы бір шат ашып, соған мені кіргізген кезде, сол шаттың ішінде жаңағы мен әлгі Алматыда алданған адамдарым соның ішінде жүр ғой тағы. Мен айтамын, сен неғып жүрсің, тағы алдандың ба, сен өзің басыңа тисе де қоймайды екенсің деп. Аға, ұрыспаңызшы, осы мен тағы да алдандым, мен осындай түртті, бүйтті, сөйтті деп. Сондай сияқты халық деген бір рет жаңағы қазақта айтады ғой, аузы күйген үрлеп ішеді деп. Сонда үрлеп ішпейсің ба десең де, сол жаңағы алданып жүре береді. Өйткені біздің алаяқтардың тәсілдері жаңағы мына көбінесе мына шариғатқа келіп тірейді ғой. Шариғат бойынша бәрі халал, адал, бұл жерде пайызсыз баспана дейді кооперативтер. Жұмыс жасаймыз, сауап үшін жұмыс жасаймыз дегенсін, мына дінді қосқаннан кейін халық қалай кіріп кеткенін білмей қалады. Сондай өте мына қулықпен жасайтын адамдарды көріп жүреміз. Сондықтан біз жалпы халыққа бұндай нәрселерге сенбеңдер. Ешкім сізге, мысалы, жаңа инвестиция деген нәрсеге мен зерттедім, миллион теңге салып, 2 аптаның ішінде 2 миллионға аласыз. Ол қандай, еш жерде жоқ банкі ол деген. Банкінің өзі өтіп бермейді. Сендер қалай сондайға, сіздер бірден ойланбайсыңдар, қалай миллионға 2 аптаның ішінде миллион қосып береді. Осыдан ақ аңғаруға болады, бұл уже жақсы нәрсе емес. Бұл жаңа қазақта сөз бар ғой, бұл неғылған баттан құйрық деп. Сол сияқты кішкене сақтық жасау керек. Осындай нәрсені біздер қазір көп айтамыз халыққа, көзін ашу үшін, алданбау үшін, бірақ сонда да жеткіліксіз болып жатыр. Жан-жақтан осы айтып жатырмыз, әлде де айта береміз, өйткені біз заңгер ретінде осындайлар. Бірақ енді жаңа өзіңіз айтқандай жағымсыз пікірлер келіп жатады. Бұл адвокат енді жаңағы, енді ол жағымсыз пікір беріп жатқан адамдар біздің жаңағы жамандаған адамдарымыздың өкілдері болу керек, солардың адамдары болу керек дейміз де қоямыз болды. Мына көбінесе мен коллектор компанияларды көп кінәлаймын. Неге десеңіз, коллектор компанияларының барлығы несиесін төлемеген адамдардың үйіне хабарласып, ертең сенің үстіңе қылмыс қозғалады, қамауға алынасың, сенің ата-анаңның жаңағы шоттарын бәрін арестке қойылады, дүние мүліктерін тәркілейді деген сияқты қорқыту, үркіту сияқты әрекеттер өте көп орын алып жатыр. Соның біреуі өткенде жақында бір бала өз-өзіне қол жұмсаған. Өйткені сол балаға айтқан, сенің несиеңді төлемеген үшін жаңағы ата-анаңның үйін бәрін тәркілейміз, ата-анаңның айлығын ұстаймыз, туысқандарының барлығын үйін тәркілейміз дегеннен кейін қорыққаннан менің кесірімнен ата-анам зардап шегеді деп өз-өзіне қол жұмсап өлім аузында қалған бір баланың хатын оқығанмын. Сонда қарап отырсаң, осы коллектор компаниялар, осыны мен көп жазам, көп айтам, бірақ сол коллектор компаниялар көбісі бізді қаралайды осы. Енді біздің мақсатымыз халықтың кішкене болса заң жағының көзін ашу, сауатын ашу, осы алданбас екен, өзі қазір мына біздің елде қиыншылық заман болып жатқан кезде осындай жаңағы алаяқтардың арбауына түспесе екен дейміз ғой енді. Сосын бар ғой, бұлар бүгін BingCloud жабылды, Tesla жабылып жатыр, оның орнына тағы біреулер ашыла береді. Мына шашуды да сұрап жатыр, мен шашудың да системасын қарадым, таза пирамида, сразу айтайын. Одан кейін Марқар деген бір бәле шығып жатыр, ол да пирамиданың бір түрі де. Басында береді, басында бәрі өмір кайф, соңында мына BingCloud жайлы қалай істесек болады, 800 мыңға алдандық дейді. Сіз 800 мыңға өмірлік сабақ алдыңыз, өмірлік сабақ алдыңыз. Мынандай нәрсе бар. Мен енді қанша жылдан бері осы пирамидаға алданған, инвестицияға бар, лотереяға бар алданған адамдардың мәселесі көтеріп жүріп, көптеген бағдарламалар түсірілді осы бойынша. Қазір енді біздің қуантатын жағдай, осы біздің парламентте қазір заң қабылданып жатыр. Яғни осы жарнама жасаған әнші сымақтар болсын, жаңа блогерлер бар, осылардың жарнама жасаған үшін де жауапкершілік қазір қарастырылатын болып жатыр, қылмыстық жауапкершілік. Сондықтан бұл енді мен ойлаймын, осы заңның қабылданса, ертең
ана көптеген әншілер болсын, жаңағы блогерлер болсын тоқтау қоятын шығар деп. Өйткені бұрын жаңағы алдаған адамға ғана жасайтын болса, пирамиданы ұйымдастырған адамға, қазір мына танымал адамдардың жарнама жасаған үшін де жауапкершілік қарастырылып жатыр. Енді одан бөлек мына жаңа сұрағың бойынша ақшаларын қалай алу мәселесі. Мына әр адам өзінің жаңа жергілікті жері бойынша мына алданған өзіне мәлім болғаннан кейін сол жердің полиция басқармасына арыз түсіру керек. Мен осындай адамға алдандым, осындай сайттарға алдандым, осындай ақша салдым, салғандығым дәлелдейтін жаңа түбіртектерін бәрін жаңа арыз жазып, сол арызға тіркеп, осындай полиция басқармасына беру керек. Осы арыздар бойынша ішкі істер органдары қылмыстық іс қозғалады. Сол кезде оларда қазір ақпарат бар, общий база дейді, мына жан-жақта алданған адамдардың барлығы арыз жазған кезде солардың бәрін біріктіріп, сол жерде жаңағы алданған адам қай облыста төңірегінде орналасқан, сол облыс қылмыстық істі сол жер қозғайды. Яғни жан-жақтан қозғалған қылмыстың барлығын сол жерге біріктіреді. Сөйтіп сол жағы нағыз нақты бір орында яғни адамның орналасқан, күдіктеліп отырған адамның, алаяқ жасаған адамның орналасқан жері бойынша қылмыстық іс қозғалып, жан-жақтағы облыстағы арыздар сол жаққа біріктіріледі. Сөйтіп барып, осы айып тағылып, кейін жәбірленушілердің ақшасын өндіруге біршама мүмкіншіліктер болады. Бірақ көп жағдай болмай қалады, мынау. Өйткені ақша бүйтіп таралып кетеді ғой бірінің ақшасын бірі сапырып, бірінің ақшасын бір жұмсап отырғаннан кейін, ол жерде басындағылар ғана сотталуы мүмкін, ортасындағылар көп жағдайда жазасыз қалады. Мынандай жағдай айтқым келеді. Мына көп адамдар ойлайды, енді алаяқ іс қозғалған ақшамыз қолымызда, ақшаны алу өте қиын. Қазіргі жағдайда, мысалы, мен енді қанша алаяқтық істерге қатысып жүрмін, мына алаяқтық жасаған адамдар қанша миллиардтаған, миллиондаған ақшалардың бәрін мойнына алады да, сотталады. Сотталған кезде сот үкімінде көрсетеді, мына пәленше төленшелердің бәрін ақшалары өндірілсін дейді. Бірақ ол қағаз жөнінде ғана үкім шыққанымен, ол іс жүзінде ол орындалмайды. Неге? Өйткені алаяқтар ешқашанда өздерінің аттарына мүлік қоймайды, өздерінің есеп шоттарына ақша салмайды. Ол мүліктердің барлығы міндетті түрде таныс тамырларын, достарының, жаңағы басқа да белгісіз адамдардың аттарына аударып қояды. Содан кейін оны анықтау мүмкін болмайды. Енді мына бізде мен айтқым келеді, мысалы, бізде билік өкілдеріне қатысты іс қозғалатын болса, мысалы, ондай кезде он билік өкілінің адамның, мысалы, ұрын-бұтағы дейді, мына туысқан ағайындарын бәрін тексеріс жүргізіп, оның ағайындарға үй қайдан пайда болды, бірнеше үй, оларға машина қайдан болды, значит, сіздің мына қызметте істейтін ағаңның мүліктері болуы мүмкін деген сияқты бәрін тексеріп тәркілейді ғой оның бәрін. Сөйтіп мемлекеттің қазынасына келген шығынды солай қайтарып алады. Ал бізде қалай, мына халықтың алданған ақшасын олай зерттемейді, өйткені ол үкім бойынша шығарды, болды, сонымен қалады. Сол сияқты мына ауқымды тергеу органдары мына ұсталған адамның ағайын туысқандарын бәрін тексеру керек қой. Ағайын туысқандары атына қойған мүліктің бәрі қайдан пайда болды? Ол анықтау қиын емес қой. Сенің бауырыңның, мысалы, жаңағы алаяқтың, мысалы, туысының атына 10 үй пайда болса, қаяқтан келген үй? Машина пайда болса, қаяқтан келген? Зерттеу қиын емес қой. Бірақ біздің құзыретті органдар қалай ондайға басын ауыртып келмейді. Сондықтан көптеген алаяқтар соттала береді, ішіне ең болмаса ішіне біреуіне біреуін мойнына алады да кетеді, бірақ кейіннен одан ақша алу, өндіріп алу өте қиын. Бая шырылдап қалып қалады, болды, сотталғаннан кейін бұл не істейді ол? Мына жерде міне бәріміз оқырмандарымыз алданған мақтанышпен жазып отырмыз бар ғой. Мына жерде біреу 58 мыңға, 80 мыңға, 100 мыңға, мына жерде біреу жазады Ерсін Ақерке. Мен де алдандым 900 мыңға дейді. 10 мың теңге берсен 20 мың ұтасың деді. 100 мың деп алдады дейді. Сонда қараңыздар, білмеймін, мысалға тоже кейде маған да звондайды, сіз машина оттыңыз дейді. Иә, машина оттым, не істеу керек деп, әтеген мен примерно түсінемін де алаяқтар екен. Не істеу керек десем, сіз ана машинаның комиссиясын салып жеріңіз дейді, 100 мың теңге комиссиясын салыңыз, сосын сізге машина оформлять етеміз деген. Сондай дүниелер жазып, мен ана әбден оларға прикол ұстап өздерінің қандарын ішіп қоямын. Сондықтан көп нәрсеге алданбадым дейді маған сен. Осы айтып отқан жағдайды маған көп адам хабарласады. Салып қойған адамдар хабарласады уже. Ақшасын салып, 100 мың дейді, 100 мың салады, 500 мың дейді, 500 мың, миллион дейді, миллион. Ең соңында 10 миллиондап ақша салып болғаннан кейін маған хабарласады, салып қойып едім, не істесем болады. Мен айтамын, сен адвокатқа қазір хабарласып отырсың. Соны салайын деп жатқанда бір хабарлассаң болады ғой.
біз айтамыз ғой сізге, бұны алдын алуға болатын еді ғой. Бәрі өте көп осындай алданып жатқандар. Автокөлік ұттың дейді. Біздің халық сондай бір жаңағы жеңіл неге кейде алданып қалады. Осындай жеңіл алдауларға. Ол адам қаяқтан машина беріледі, ол не қылған машина, оны зерттеп аттайды да, ол үшін не істеу керек алып кету үшін деген әңгімені бастап кетеді. Сосын қазір мына көптеген мұғалімдер, мына нелер хабарласып жатыр. Ол жерде мына алаяқтар қазір былай жасайды екен. Ұялы телефоныңызға хабарласады да, сізге айтады, сіздің несиеңіз жаңағы рәсімделу жаңағы тәсілі бойынша, мысалы, сұраныс бергеніңіз қанағаттандырылды дейді, одобрить етті дейді ғой енді, жаңағы несиеге тапсырыс беруге екенсіз, сол қанағаттандырылды дейді. Сол кезде, мысалы, ол қандай несие дейді? Сіз несиеге тапсырыс беріпсіз ғой, өтініш беріпсіз. Сол өтінішіңіз қазір банктың комиссиясымен өтінішіңіз жаңағы келісілді дейді ғой, енді беруге болады деп шешім қабылдады. Ешқандай өтініш берген жоқпын. Ол қаяқтан шыққан өтініш дейді. Онда сіз бермесе кім беріп жатыр дейді. Сіздің атыңыз жамылғанда біреу беріп жатқан шығар дейді. Онда сіз былай жасаңыз, мен айтқанымды істеп отырыңыз дейді. Анау соны айтқанын істейді. Мынандай приложениені енгізіңіз соткаңызге. Мен айтқан кодтар келеді, сол кодты айтып отырыңыз, сосын мынаны істе дейді. Керісінше анау кредит оформление жасап кетіп жатады. Осындай жағдайлар. Баласының мамасы, анасы 9 миллионға алданды. Бір уақытта, бір моментте 4 банктен тура осы системамен кредит алдыртып жүрген ғой. 1,5-2 миллионнан сөйтіп қанша 9 миллионға кредит алды дейді. Міне түк істей алмайды онымен. Ол алаяқтар бар ғой. Ол Қазақстанда емес, Украинада да, Ресейде де, болмаса Бішкекте, Өзбекстан, басқа Турцияда да отыруы мүмкін. На линии деген киноны көрсеңіздер, түсінесіздер. Бәрлеріңіз көріңіздер. Бұл алаяқтар шөтті береді, сол шөтқа аударылады. Ол левый шөттарды қазір көп қой, біреудің атын ашып қойсады. Өліп қалған адамдардың атын да ашып алып істей беретіндер көп қазір. Сондықтан бұндайға өте сақ болған дұрыс. Біздің халық кішкене аңқаулау, сондайлар қатысеніп қалады. Сол үшін осындай кеңестер көп айтылу керек, айтып та жатырмыз. Біздің негізі мақсатымыз да осы, халықтың кішкене болса да сауатын ашайық, көзін ашайық. Әлде де айтпасақ, алдануын тоқтатпайды. Өте жақсы бастама өзіңізде көтеріп жүрсіз ғой, мен көріп жүремін. Халықтың көптеген көзін ашып жатсың, баспана жағынан өте керемет ақылдарыңды айтып жатсың. Соған риза болып отырамыз. Осындай жігіттер көп болса екен деп. Сондықтан Тілеужан мырза, тағы бір жыныма тиіп кететін нәрсе мынауда. Сол адам қолында ақша болады, жаңағы сіз айтқандай, бәрін пирамидаға салып жібереді, бірақ сен ана білетін адамнан ақшанды беріп консультация алшы десең, ойбай, мыналардың бәрі ақша, мыналардың бәрі оңбаған, ойбай, неме оған 5 мың берем, немнеге мен 10 мың теңге берем дейді де, алаяқ сол пирамидаларға миллион береді де, сізге сосын айтады, мә, ана миллионымды қайтарайыншы, бірақ сен қанша сұрасан да берем, саған 50 мың берем, 100 мың берем, кейін миллионымды қайтарсам, даже жартысын да саған берем дейтін адамдар өте көп. Мысалға, менде де ұраным сол ғой, банкке барсам бір нәрсе біліп бар. Анау қаржылық сауатынды арттыр, сабаққа қатыс, етидей кезде сабағым 4 мың теңге, 3.900 теңге скидкалар жасап қоям ғой, енді айына 2 күн, 3 күн, міне бүгін декретке миллионмен сабағына скидка болып жатады. Сондайға қатыс десең, кейбір негатившіктер жазады, ойбай, немене барлығы ақша деп. Кейін соны ертең күні декрет алатын кезде ГЦВП-ға, ЦОН-ға, НПФ-қа, анда-мында налоговыйға барып сандалған кезде 5 мың, 10 мың теңгесі жай ғана таксиге кетіп қалады. Нервті есептемегенде. Ана очередте отырып, қарны ашқан, кофенің ақшаларын есептемегенде бәленбай ақша кетіп қалады да, бірақ білім алуға келген кезде ақшасын қимайтын небір сараң адамдар бар, өкінішке қарай. Мен оны саранбай деймін де. Сондықтан да құрметті оқырмандар, заң жағынан білмей отырсыздар ма? Білетін адам бар. Ақшаңызды беріңіз. Консультация алыңыз, одан сіз ештеңеңіз кетпейді, керісінше бір нәрсе біліп қаласыз. Осы нәрсені мен көп адамға жеткізе алмай келемін. Соны бір ауыз сізді айтып отырсаңыз. Иә, өте дұрыс айтып отырсың. Мына енді біздерге де сондай адамдар көп хабарласады, жазады. Енді біз заңгерлік жағынан халыққа көптеген кеңестер береміз. Біздің енді осы Instagram парақшамыз болсын, Facebook парақшамыз болсын, TikTok бар, бәрінде де өзім кеңестерімді тегін салып отырамын. Бірақ мына енді тікелей менімен өз жүздескі келетін, тікелей өзіммен сұхбат алғысы келетін адамдарға, оның ішінде мен зейнеткерлерге, пенсионерлер дейді ғой, сосын жаңағы алимент жөнінде, еңбек ақысын ала алмай жүрген даулар жөнінде, сосын мына жаңағы басқа елден келген оралмандарға, қандастарымызға, сосын жаңағы мүгедектігі бар адамдарға, мысалы мен өзім тегін
менімен сұхбаттасуға мен тегін қарастырып қойғам. Ал енді жаңағы өзінің жеке мәселесі ажырасу болсын, әлі басқа да жаңа мына несие жөнінде кеңестер болса, кейбір адамдарға біздер ақылы қоямыз. Неге? Өйткені біздің жаңағы өзіңіз білесіз, өзіңіз де жұмыс жасап жүрсіз, біздерде де команда болып жұмыс жасайды, қаншама адам жұмыс жасайды. Олардың керек. Осы жаңағы әлеуметтік желдің несі де өздерінің шығындары да бар. Жаңағы зданияның өзін ұстап отыру үшін де шығыны бар. Олардың жаңағы ішіп жейтін тамағы бар деген сияқты көптеген шығындар бізден шығады. Осы шығындарды жабу үшін осы сіздердің берген 5-10 теңгелерін сол шығынды жабуға арнаймыз. Біз пайда көріп ондай бір байып атқан жоқпыз, бірақ әйтеуір халыққа жаңағы басқа жағынан да кеңестер береміз. Сосын мына енді көп адамдарға айтамыз, енді жаңа өзің айтқандай 5000 теңгесін қимайды, бірақ жаңағыдай қанша мыңдаған адамға жаңағы алданып қалады. Соны мен айтқым келгені, негізі мына енді ол да енді біздің еңбек ақымыз ғой, енді көптеген жаңағы адамдарға тегін бергенмен де, мысалы күніне 100-200 хат келетін болса, соның 70-80% тегін беріледі хаттарға. Бір 15-іне біздер ақылы түрде, ол ақылы берген ақшасын өзіміздің расходымыз жабамыз, былай айтқанда. Ал көбісі ойлайды, ақшандап қалған. Ол енді ақша деген нәрсені 5000 теңге беріп, сіз көп ақпарат алғаның жақсы. Чем алданып, шығындалғанша, одан да 10 есе, 100 есе шығындалғанша, 5000 теңге мен жалпы мына ақылы түрде кеңес беріп атқандарға мен олардың жұмысы деп айтамын. Олардың еңбегі, қаншама сізбен байланысу үшін, қаншама құрылғыны пайдаланады, қаншама сайтты пайдаланады. Оның бәрі әлеуметтік желіге шығудың өзі бәрі былай айтқанда шығынға келтіреді. Сондықтан мен Дәулет сенің айтып отқаныңды қолдаймын. Негізі жалпы халық сол жағын түсінсе, халық кішкене көзін ашса, кез келген өзімізде мысалы қазір бір дәрігерге барып кеңес алу үшін де бір жеріміз ауырып тұрса да ақы төлеп кіреміз ғой, ол енді жанымыздан не нәйіміз. Сол сияқты өздерінің ертең сандалып қалмау үшін, өзінің сол 5000 теңге қимай 10 есе шығып кетпеу үшін осындай онлайн тікелей эфирде, тікелей өзінің жаңағы несімен сұхбаттасып, ақысын төлеп, еңбек ақысын беріп, кеңестер алып жазады, сарам-паран демей өздерін айтсаңдар, ё-моё, кемсіте бермей, BankCloud фишинг жайлы несі. Біреусіге ақша сал дедім, посттарды оқысаңызшы, мен жаздым именно BankCloud-қа ақша салмаңдар, Tesla медиаға салмаңдар деп. Жаңа Марқарды да жазатын, заңды компания неге анығын білмей, анығын білгеннен кейін айтып отырмын. Басында бәрі керемет заңды компания болып тіркеліп алады. Ешкім осы пирамидамын деп тіркелмейді біздің елде. Барлығы ИП-ТО ашып алады. Соңында басында бәрі күшті. Соңында сізде осы қазір алданбайсыз. Сіз 3 айдан кейін, 4 айдан кейін, Дәулет сенің сол кезде сені тыңдау керек еді деп айтасыз. Пока что вот керемет ол барлығы сондай болады. Сондықтан осындай нәрсе. Сауатты болыңыздар. Енді мына нәрсені айтқым келеді. Мен мына әншілер кезінде лотерея ойындарын ойнатқан кезде, мына алғашқы көптеген әншілер лотерея ойнатқанда бір 3 жігіт бар. Азат, Мәди, Саламат деген. Осы кезінде де Жазира Жанболаттың кезінде де мына Роза Әлғожа бар, кейін Ақбота Керімбек, ең соңында мына Ернар Айдар осы лотерея ойнатқан. Ернар Айдардың кезінде өздерің білесіз, Ернар Айдарды осы тікелей эфирде ойын ойнап жатқан кезде ұстап жаңағы Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті келіп, сол жаңағы тікелей эфирде ұстаған болатын. Оны қалай ұстады? Ол жерде олардың ұтысқа тігіп отқан 4 көлігі, жаңағы 4 автокөлік көрсетті ғой. 4-еуі де арендовый машина. Оны біздің Алматы, Қазақстанда Сәт Жұлдыз деген лотерея ұйымы бар мемлекеттің. Сол байқап қалған ана мемлекеттік номерінде арендовый машина екенін, жаңағы жалға беретін машиналардың компанияға тиесілі екенін біліп, халықты алдап жатқанын білді де, тез арада экономикалық тергеу департаменті арыз солардың оперативный жаңағы өкілдерінің қимылдауымен ойынның үстінде ұстап жаңағы сол жерде белгілі болды. Жаңағы машинаның бәрі ешқандай ұтысқа беріліп жатқан жоқ екен. Алдын ала компьютермен істеп қойған бәрі белгілі болды. Мысалы, сол кезде мысалы жаңағы айналдырып жүрген бір 3 жігіт бар. Бәрін айналдырып. Сол кезде мысалы мен айтамын, әншілер бір-біріне сұрамаймын, сен анаумен жұмыс жасап жүрдің, не үшін одан бас тарттың? Олар маған келіп жатыр, сен неге ол әрі қарай ойын жалғастырмадың? Немесе жаңа мына Ернар Айдар болса да айту керек, 4 машинаның водительдері бәрі отыр ана жерде. Бұл неғып отыр? Бұл машина ертең арендовый машина, бұл ертең халыққа беріле ма, точно берілмей ма деген сияқты. Кішкене мына әншілер қауымы көптеген халықтың өзіне сенген аманаттың, былай айтқанда, халық сол әншілерге сенді ғой енді, елдің халықтың алдында жүрген. Соларға аманатқа қиянат жасап отыр да, мысалы, өздері ойындар деймін. Халықтың алдануына өздерінің септіктерін тигізіп отыр.
Сондықтан осы жақтарын өте ескеру керек қой әншілер қауым. Ойлайды, біз де алдандық. Ешқандай әншілер алданған жоқ. Әншілер ұпай түгел бәрі ақшаларын алып алды. Бірақ алданған халық. Соны мысалы осындай мәселені көп көтеріп жатырмыз. Бірақ менің мына жерде бір түйгенім. Сол адамдар мысалы жұмысын жасап жатыр. Қаншама халық алданып жатқан әлеуметтік желіде салып жатыр. Сол мысалы полиция департаменті қайда қарап отыр, бас прокуратура қайда қарап отыр, мына комитет қайда қарап отыр. Мысалы соның бәрін халықты алдап жатқанын көріп отыр ғой. Ешқандай әрекет жасамайды. Мен ойлаймын, соның солардың ықпалы тиіп жатыр ма деп. Осы оларда болуы мүмкін, бірақ мынандай мәселе. Мына жерде бір замкнутый круг бар да. Мысалға мен қазір көріп тұрмын, примерно компаниялардың алаяқ екенін, иә. Бірақ мен қазір арыз жазатын болсам, маған айтады, сен өзің алдандың ба дейді. Мен айтам, мен алданған жоқпын. Онда сен неге оны үйтіп қаралау ғой дейді. Ол міне қаралау дейді. Олар сөйтеді өзіне келеді. Мен міне жаңадан бір тіркеліп алғандарды мен қазір жаңа арқары дейді, марқары деп жатыр да. Мен оның примерно системасын түсініп тұрмын, что ол пирамида. Мен қазір оны пирамида деп сотқа беретін болсам, олар айтады, сен өзің алдандың ба дейді, сен жертвасың ба дейді. Мен айтам, мен жертва емеспін, онда сен неге келіп тұрсың дейді. Міне сондай бір кезінде мынау Гарант Ломбардтың жағдайында сондай болған. Гарант Ломбард маған реклама ұсынған. Осындай жаңа бүкіл звездалар реклама жасады ғой. Сол кезде мен системасын қараймын, мынау пирамида ғой деген кезде, сен неге бізді пирамида деп тұрсың, дәулет, сені сотқа берем, сен бізге жала жауып отырсың. Басында міне барлығы солай сөйтеді. Өйткені компания ешқайсысы пирамида болып тіркелмейді. Одан кейін алады да, жарайды, мен арыз жаза алмаймын, мен көріп тұрмын. Сіз де біліп тұрсыз, сіз де арыз жаза алмайсыз, сіздің арызыңызды қабылдамайды, себебі сіз жертва емессіз, сіз ешқандай оны сізді алады да, қазір Тілеужан мен Дәулет екеуі отырып бәле жауып отыр дей салады біреуі. Бірақ кейін арада уақыт өтеді, өткеннен кейін барып басы үй ала бастайды, болмаса басы жаңағы ақшаларын алады да, соңғы жағы алданған кезде бір адам, екі адамның да арызын қабылдамайды. Ол кезде айтады, о, массовый келіңдер, 1045 адам келіңдер дейді. Сол кезде ғана деланы крупно көтереміз дейді. Сөйтіп 1045 адам біздің қазақта жиналмайды. Себебі не? Мынандай мәселеде күйеуінен тығылып отырып, әйелі үйіндегі тыққан ақшасын салады осындай пирамидаға. Одан кейін енесінен тыққан ақшаларын салады. Болмаса күйеуі әйелінен тыққан ақшасын салады. Біреу алады да кредитке батып, оны ешкімге айтпайды да сол ақшасын салады. Сол түбінде болғанда ана 1045 адам жүріңдер, журналистер келіңдер, телевидениеға көрсетем, интервью беріңдер деген кезде, ойбай, менің түрімді көрсетпе, мен ұят болады, анау ұят болады дейді де, ары кетсе 5-6 адам ғана сөйлейді болды. 5-6 адаммен ана жақтағы жоғардағы прокуратура, болмаса ананың да біреудің де бір жерлері қимылдағысы келмейді. Өткенде ғана ана кімнің бір пирамиданың несімен адам өртеп жібергеннен кейін барып кішкене ояна бастады ғой прокуратуралар. Ойбай, мыналарды ұстайық, бүйтейік, сөйтейік деп Мейіржанның оқиғасына байланысты әрине. Оның барлығын сот шешеді. Бірақ басында ешкім мен алаяқпын, мен күшті компаниямын, жаңа пирамидамын деп ешкім айтпайды. Басында барлығы сол жаңа айтқандай күшті болып басталады, мен күштімін деп басталады. Мәселе осы да. Так, инстаграмда жоғары жақта Тілеужан мырзаның инстаграм аккаунты тұр, адвокат Тілеужан деп тұр. Жоғары жақта менің суретімді көріп тұрсыздар, сол жерді бассаңыздар 2 логин шығады. Соның біреуі Тілеужан мырзаның логині, тіркеліп алсаңыздар болады. Дұрыс айтасыз деген, дұрыс айтқан. Сіңілімнің атынан кредит алған, оған не істеуге болады? Түк істей алмайсыздар. Жаңағы фишинг деп аталады, себебі алаяқтар жаңағындай не дәлгі басқа мемлекетте де отыруы мүмкін. Мәселе осы. Жақсы, енді пирамиданы айтып жатырмыз. Анамна тағы да бір үлкен мәселе, алимент мәселесін айтайықшы, Тілеужан мырза. Алимент бермей жүрген азаматтар өте көп. Сол байқұс еркектердің көшеге рекламасын шығарып, әке алимент төлеші деп баннер қойып қоятындар да бар. Алимент өндіру жөнінде, өйткені қаншама жалғыз басты аналар бар. Одан кейін осы алиментке келген кезде бір минус бар. Көптеген еркектер ойлайды, алиментті мен әйелге берем деп. Әйелге бермейсіз, ол балаға арналған ақша. Мәселе осы. Менде бір-екі оқырмандардың арасында мысалға, не үшін алимент бермейсің десем, үйгіш, мен ол алиментті әйелім ұстап тастайды, әйеліме кетіп жатқан ақша дейді. Мысалға, ол ондай психологиядан арылу керек. Ол алимент балаға берілетін ақша, балаға жұмсалу керек. Осы жерде кішкене түсінбестіктер туып жатады. Жалпы алимент жөнінде айта отырсақ, екінші бөлімден пирамидадан алиментке өтейікші. Алиментке қатысты сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Ал мына алимент жөнінде өте жақсы айтып жатырсың. Мына балаға қатысты негізі мына ерлі-зайыптар ажырасқан кезде енді бір-біріне өкпесі
қара қазандай болып кетеді ғой енді. Сол кезде мына алимент талап еткен кезде, дұрыс айтасың, ол как будто бір әйелін асырайын деп жатқандай болады. Негізі балаға берілетін ақшаны баласынан аямау керек, беру керек. Мына енді алимент мәселесі бойынша өте көп сұрақтар бізге келеді. Әсіресе мына сотқа беріп, сот алимент өндіру жөнінде бұйрықтар шыққаннан кейін де әрі қарай өндіру процесі деген басталады. Яғни өндіру әрекеті ол сот орындаушыларға жүктеледі. Ал енді біздің сот орындаушылар қалай? Біздің сот орындаушылар енді бәрі бірдей емес, бірақ көбісі жұмыс жасамайды. Мен қазіргі уақытта жұмысымның көбісі мына сот орындаушылармен күресумен болып жатыр. Неге десеңіз, бізде сот орындаушыларға барлық мүмкіншілік берілген. Мемлекет барлық, яғни оның атап өтетін болсақ, мысалы соттың бұйрығы түскен кезден бастап, өзінің өндірісіне қабылдаған кезден бастап, сот орындаушы ол азаматты мысалы өзіне шақырып, сізге қатысты алимент өндіру туралы бұйрық шықты, әйеліңіз берді, сіз маған келіп кетіңіз деп шақырып, одан қолынан қолхат алып, мына алиментті өндіру туралы бұйрықпен таныстым, көшірмесін алдым деп қолхат алғаннан кейін, әрі қарай оған міндеттеме түсіндіреді. Егер де мына алиментті 3 айдан астам төлемеген жағдайда, қылмыстық кодексінің 139 бап деген бар, яғни 3 ай алимент төлемеген жағдайда 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе шектеу жазасы қарастырылғанын, одан бөлек бізде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 430 бап деген бар. Ол жерде мысалы соттың шешімін қасақана орындамау, орындауға кедергі жасау деген сияқты баптар бар. Ол жерде 3 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе айыру жазасы қарастырылған деп осындай қолынан қолхат алады, түсініктеме алады. Одан кейін әрі қарай оған мүмкіншілік береді. Егер жұмыс жасайтын болса, жұмыс орнына қаулы шығарып, жалақысына ұстау жөнінде қаулы шығарып, жұмыс орнына жіберу керек. Содан кейін әрі қарай жұмыс орнынан жалақысының 50% болсын, мысалы 33% болсын, 4-тен 1-ге 25%. Енді ол бала санына қарай ғой, мысалы. Сол санына қарай алимент мөлшері тағайындалады. Соны ұстау, жалақына ұстау туралы қаулы шыққаннан кейін әрі қарай ол жалақысына ұстайды. Енді бізде қоғамда қалай? Бізде жұмыссыздықтар өте көп. Сондай жұмыссыздықтар болған кезде, мына бізде сот орындаушылар, мына акиматқа, мына әкімдікте жұмыссыздыққа тіркету деген бар. Акимат жұмыссыздыққа тіркетіп, сол жерден жұмыс тауып береді. Егер жұмысың жоқ болса, сөйтіп алимент төлеуді шаралар жасайды. Бірақ бізде көбісі ондайға барғысы келмейді. Көп азаматтар бізде заңсыз, неофициальный дейді ғой, жаңағы арнайы тіркеусіз жұмыс жасайтындар көбейіп алған, әдейі алименттен жалтару мақсатында. Ол енді ондай кезде бізде жаңағы не деп белгіленеді, мына енді алименттің мөлшерін анықтаушы, сот орындаушы, мына средний зарплата дейді, орташа жалақының мөлшерімен есептейді, мемлекеттің бекіткен. Әр өңірде енді әртүрлі, мысалы бір өңірде 200 мың болса, бір өңірде 210 мың деген сияқты. Содан алименттің мөлшерін анықтайды. Сондай мөлшерін анықтаған кезде алименттің мөлшері көбейіп кетті дейді де, олар не істейді, барып мына ИП-ларға тіркеліп алып, жаңағы алименттің жаңағы мөлшерін азайтады. Яғни ең төменгі жалақы мөлшерін тағайындап алады. Былай айтқанда енді өзінің баласына келгенде ақшаны бергісі келмейді ғой, былай айтқанда. Өзінің ұрпағы. Минимальный зарплата 60 мың теңге алам дейді де, соның қанша бір бала 25% беріп отырады. 4-тен 1 бөлігі дейді, мысалы бір бала айтайықшы, 4-тен 1 15 мың теңге. 60 мың, 4-тен 1 15. 15 мың неге жетеді мысалы бір бала? Ол бала мысалы оқулық құралдарына сайман алғысы келеді. Ол бала бір киінгісі келеді. Ол бала бір сабаққа барғанда бірдеңе жегісі келеді. Ол баланың жаңағы қаламсап алғысы келеді, мысалы ешкімге кем болғысы келмейді. Мысалы оның 15 мыңға не шығын кетеді? Қалай жамайды оны жаңағы? Қаяғына жетеді? Сол жағынан мына әкелер кішкене жауапкершілік сезінсе екен. Өзінің ұрпағына ақшаны жадын işletпеу керек қой, беру керек қой. Сонда бар сенің декретке шығып алған еркектер де бар дейді. Олардан қалай алуға болады дейді. Мысалға, бір әйелден ажырасты, кейін екінші әйелін алды, екінші әйел алғаннан кейін сол алимент төлемеуден жалтару үшін енді сол екінші әйелі туады, бірақ өзі заңды түрде декретке шығып кетеді. Олардан қалай алуға болады дейді. Күшті сұрақ. Мысалы, екінші әйелге шығып алғаннан кейін, екінші әйел алып алғаннан кейін, олар сол әйелді алиментке жасанды түрде сотқа беріп алимент өндіреді. Сосын ол алиментті, ол әйел екеуі бірге тұрып жатса да, ол әйелге алимент, мына бірінші әйелдің алименттің мөлшерін азайту үшін, мына екінші әйелден туған балаға алиментке беріп, сол арқылы мөлшерін азайту деген бізде заңда қарастырылған. Соны да қолданып жатқандар бар. Негізі шын мәнінде ол бірге тұрып жатыр. Бірақ бірінші әйелге ақшаны аз төлеу мақсатында сондай әрекеттер жасап жатқан еркектерді, ер азаматтарды көріп жатамын. Ондай да өте көп. Бұл енді талай
бізге естіп жатамыз, көріп жатамыз, өзім практикада көреміз ғой енді. Сондай да жағдайларда орын алып жатады. Негізі мына жерде мен көп нәрсені кінәлағым келеді, мына сот орындаушылар кінәлағым келеді. Неге десең, мына көптеген ана, мына алиментін ала алмай жатқан аналар сот орындаушыға қайта-қайта барады. Енді алимент түспей жатқасын, балаға күнделікті ақша керек, ол күнделікті ақшаны сот орындаушы өндіріп бермей жатқаннан кейін олар соған барады көмек сұрап. Бірақ сот орындаушының бірінші жұмысы, мысалы жаңағы алимент төлейтін борышкер дейміз ғой, борышкердің бүткіл счеттарын, есеп счеттарына блок, арест қояды. Олмен бөлек оның көлік жүргізу құқығын тоқтатуға мүмкіншілігі бар сот арқылы. Оны да тоқтатса, одан кейін бүткіл нотариальный действие дейді, мына нотариалдық қызметтер көптеген услугалардың бәріне шектеу қойып тастайды. Одан кейін мысалы Қазақстаннан еш жаққа шыға алмайтын қылып, шекарадан шыға алмайтын қылып, ондай арестте қоюға болады. Одан кейін қылмыстық жауапкершілік дейді, қылмыстық жауапкершілікке дейін әкімшілік жауапкершілік деген бар. Бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 669 бап дейді, яғни 5 тәулікке дейін қамақ түрі қарастырылған. Осымен қысса, одан кейін барып қылмыстық жауапкершілік 139 баппен 2 жылға бас бостандығынан айыру немесе шектеу. Осылардың бәріне тығырыққа тіресе сот орындаушы, осы өзінің қолында полномочияның барлығын қолданса, онда мына алименттік төлемей жүрген борышкерлер өзі-ақ жүгіріп келіп төлейді. Оларда қысым жоқ та, сот орындаушы тарапынан ешқандай қысымшылық жоқ. Сөйтеді, олар не, кейбір сот орындаушы 500 теңге борышкерден алып алады да, шыны керек, содан кейін борышкерге еркіндік беріп қояды. Одан кейін ол борышкер ешқашанда алимент төлемейді. Содан кейін мына шырылдап аналар сот орындаушы барады, төлемей жатыр, не істеймін, менде жұмыс жоқ, таппай жатырмын дейді де, сонда сылтаумен бере береді. Сонда шырылдап аналар мына біз сияқты заңгерлерге келеді, өзім сияқты әлеуметтік желіде отқан азаматтардан көмек сұрап, өйтіп шырылдап жүреді. Сонда қарап отырсаң, ана өзінің баласына төлейтін ақшаны әлдеқандай қылып бергісі келмейді ғой. Ол бала ертең не жеп жатыр, не ішіп жатыр, қандай білім алып жатыр, мына қосымша сабақтарға берейін десе бере алмайды. Ол күнделікті сабағына барып келуіне қиын болып жатыр. Дәптерді қаламсабын алып беру қиын болып жатса аналарға мысалы. Оның ішінде көп балалы аналар тағы бар. Мысалы, оны да мысалы қарап отырсаң, соның бәрін осыншама баланы туғызып жауапкершілік келген кезде көп әкелер жалтарып жатады жауапкершіліктен. Сондықтан егер әлеуметтік желіде отқан көріп жүрген азаматтарға айтқым келеді, өзіңнің ұрпағыңа, өзіңнің балаң үшін ертең өзіңнің қартаясың сен де. Сол кезде осы балаң алдыңнан шығады, сені асырайтын, саған қолдау көрсететін осы ұрпағың, соны қателеспей, қателікке жол бермей, қулыққа баспай, балаңнан ештеңені аямаңдар. Балаларыңа беріңдер алиментті. Оны сот орындаушылар сені қыспаққа алғанын күтпей, өз еркімен бергендерің, ол балаңның алдында абыройың, өзің азаматтықта өзің абыройың, борышың. Сондықтан мен осы алименттік желіні пайдалана отырып, осындай борышкерлерге айтқым келеді. Аналары шырылдатпай, өзің ұрпағыңа беріңдер. Болса да әйелге беріп жатқан жоқсың ғой. Әйелге өкпеледім деп, баладан сен өш алма, балаңа зиянын тигізбе. Осыны айтқым келеді. Баланың кінәсі жоқ, баланың жазығы жоқ. Бала ата-ананы таңдай алмайды, өкінішке қарай. Егер де ол балада мүмкіндік болса, ол өзіне күшті әке, өзіне күшті шеше таңдап алатын еді. Сондықтан да баланың ешқандай жазығы жоқ, құрметті оқырмандар. Балаға тиесілі алиментті берулеріңіз керек. Құрметті әйелдер, құрметті еркектер. Алимент төлейтін әйелдер де бар ғой, айтпақшы, жалпыға. Өйткені заң бәріне ортақ. Сосын алимент деген кезде Тілеужан мырза 18 жасқа дейін ғана төленеді деген бір ой қалыптасқан. Негізі олай емес қой. Егер де ол бала студент болатын болса, оқып жатқан болса, 19, 20, қанша 22 20-ға дейін, сол туралы да айтып өтейікші. Заң бойынша алимент 18 жасқа дейін деп белгіленген. Егер 18-ден әрі қарай алимент алғысы келсе, мысалы бала 18-ден кейін студент атанып жатса, ақылы түрде оқитын болса, ондай кезде міндетті түрде 18 жасқа толған баланың өзі сотқа талап қойып, өзіне алимент алуға болады. Яғни бала әкесінен алимент алады, 18 жасқа толған бала сотқа беру арқылы. Яғни 21 жасқа дейін әкесі баласына алимент төлеуге міндетті. Заң бойынша. Одан кейін алименттің тағы бір түрі бар. Заңды ерлі-зайыптылардың біреуі дейді, енді әйелі мысалы декретке шығады ғой, бала күту демалысына шыққан кезде, ол әйел бала 3 жасқа толғанға дейін екінші жұбайы дейді, яғни күйеуі алимент төлеуге, жұбайына алимент төлеуге міндетті деп көрсетілген. Бірақ көптеген ерлі-зайыптылардың ішінде әйел азаматтар оны білмейді көбісі. Өзінің құқығын білмейді. Сондықтан мен айтқым келеді, 3 жасқа толғанға дейін ана баламен отырғандықтан, декретте еңбек демалысында отырғандықтан, өзіне алимент алуға құқысы бар.
бала 3 жасқа толғанға дейін. Одан бөлек бала жүкті кезінде, әйел адам жүкті кезінде, мына еңбек демалысына шығады, мына 7 айлығында шыққан кезде, мына бала босанам дегенге дейін 2 ай уақыт па, мысалы 2 айға алимент алуға болады. Яғни босанғанға дейін деген алимент бар. Осыны көбісі білмейді. Осыны алуға да құқысы бар. Одан кейін босанғаннан кейін 3 жасқа толғанға дейін алимент алуға құқысы бар. Осындай құқықтарын пайдаланса деймін. Көбісі ойлайды, тек қана балаға ғана алимент өндіруге болады екен деп. Жоқ, анасына да алимент. Өйткені ананы екінші жұбайы бағуға, ол баламен отқандықтан күтуге. Өйткені ол да күн көріс керек, ол да тамақ жеу керек, ол да баланы асырау үшін үйде отқандықтан, оған да азық түлігіне, тамаққа деген сияқты. Сондықтан ол заңда ол көрсетілген. Осындай құқықтарын пайдаланса болады. Сосын тағы бір мәселе, көп адам біле бермейтін, азаматтық некеде тұрады, заңды неке жоқ. Бірақ сол әкесі, баласының жаңағы әкесі өзі, бірақ көп ойлайды, азаматтық неке болса, алимент ала алмаймын деген нәрсе. Бірақ азаматтық некеде де болса, алимент алынады ғой. Осыны айтайықшы оқырмандар. Осыған мен тоқтала кетейін деп, өте жақсы көтеріп жатсың ол сұрақты. Өйткені көп азаматшалар бізде, мына алимент, мен заң некем жоқ, мен алимент ала алмаймын деген ұғымда жүреді көбісі. Ол қате пікір. Мына бізде заңда азаматтық некедегі азаматшаларда алимент алуға құқысы бар. Олардың 2 жолы бар. Бірінші жолы, мысалы, балаға әкелік танылған болса, яғни отцовство дейді ғой, мына балаға әкелік танылған, яғни азаматтық некеде болса да, мына баланың тегі берілген болса, мына жұбайының тегі әкелік танылып, әкесі деген туу туралы куәлікте ата-ана деген графада әкесі деп танылып, әкесінің тегі берілген болса, ондай азаматшалар сотқа арыз жазып 3 күннің ішінде алимент өндіру туралы сот бұйрығын шығаруға болады. Егер әкелік танылған болса, оны қалай әкелік танылуға болады? Оны заңды некеге тұрмай-ақта екі ерлі-зайыптылар, енді азаматтық егер ерлі-зайыптар ахат бөліміне барып, ЗАГС дейді ғой енді. ЗАГСке барып, екеуі де өтініш береді. Баланың әкесі осы азаматты тануын сұраймын дейді. Ана азаматта, мен осы баланың әкесі деп тануын сұраймын деп екеуі де өтініш береді. Сол кезде сол ЗАГСтың өкілі, ахат бөлімінің өкілі балаға әкелік танып береді, баланың туу туралы куәлігіне әкесін енгізіп береді. Ол осылай арқылы кейіннен, мысалы, екеуі екі жаққа кеткен жағдайда осы танылу арқылы ол алиментті сот арқылы 3 күннің ішінде алуға болады бұйрықты. Ал енді екінші мәселе, мынау тегін бермегендер. Тегін де бермеген азаматшалар, енді мысалы, ода тегін бермегенге ол баланың туу туралы куәлігінде анасының тегімен кетіп қалады. Ондай жағдайда ол азаматшаларда алимент алуға мүмкіншілігі бар. Ол қалай алады? Оның тәсілі сот арқылы алу керек. Сот арқылы әкелікті танып, және алимент өндіру дейді. Яғни сотқа жауапкер ретінде жаңағы ана жігітті баланың әкесін тартады. Сол кезде мына баланың әкесіне сұрайды, мына баланың әкесі сіз ба? Мына әйел сізді осы баланың әкесі деп сұрап жатыр, әкесі деп тануды сұрап жатыр, алимент өндіру сұрап жатыр дейді. Сондай жағдайда мысалы ер азаматтар мен баланың әкесі екенімді мойындамаймын дейтін болса, сот ондай жерде сараптама тағайындайды. Яғни бала мен әкенің, ананың үшеуінің арасында сот медициналық сараптама тағайындау арқылы баланың биологический әкесі кім екенін сол жерде сот анықтайды. Мына қазір бұрынғыдай қан алмайды, сілекей безінен, сілекейінен жаңағы ұртынан жаңағы сараптаманы алған кезде мақтамен батыру арқылы алып, сол жерде баласы екені анықталса, сот шешім шығарып береді. Яғни осы баланың әкесі деп анықталсын, одан кейін алимент өндірілсін деген. Ой тіпті анықтау. Кейбір әкелер сотқа келмейді. ДНК анализ өткізеді ғой. ДНК анализді айтпақшы кейбір әйелдер ақша таппай жүреді. Егер сол расталатын болса, сол ДНК анализге кеткен ақшаны еркек төлейді. Если что, бұны да біле жүріңіздер. Егер де баланың әкесі екені анықталатын болса, жаңағы әйел азаматтар енді баласы екенін растау үшін өз дәлел сотқа ұсыну керек қой. Сондай кезде ол ақша төлейді ғой енді сараптамаға, өзіне сенімді болғаннан кейін. Содан кейін баланың әкесі екені анықталғаннан кейін сараптамаға төленген ақшаның барлығын жаңағы екінші жақтан жауапкерден сот алып береді ол шығындарын. Сондықтан ондай да бар. Сосын жаңа тағы айта кететін жағдай, мына көп жағдайда борышкерлер, баланың әкесі сотқа келмей қашатын бар. Ондай жағдайда сот сырттай шешім шығаруға да мүмкіншілігі бар. Ол қалай? Егер де куәлар болып жатса, осы баланың әкесі екенін біз растаймыз, ол жігітпен де ортақ достарымыз, мысалы араласамыз, баланың әкесі талай осы бала өзін екенін мойындаған деп, немесе жаңа той жасап, мысалы суреттері болып жатса, или баламен бірге түскен суреттері болып жатса, сосын жаңа куәлардың жауаптарымен сот шешім шығара алады. Олмен де баланың әкесі деп анықтап, алимент өндіру. Осындай құқықтарын пайдаланса, барлық аналар жаңа алимент алуға мүмкіншіліктері болады.
Сондықтан міндетті түрде өзінің құқықтарын біле жүрген дұрыс. Енді міне өзекті бір мәселе кредит мәселесін де қозғағым келіп отыр. Қазір осы жерде бірден айтып өтейінші, құрметті оқырмандарына, декретке миллионмен бекарысқа чекті жібердіңіздер ме, күтесіздер, және біреулер жауап бермей жатыр. Соңғы күн болғаннан кейін всегда 100 адам, 500, 1000 адам жазады, күтіңіздер, болды, оплата жасаңыздар, күтіңіздер. Кейбір адамдар бар, 2 күн жауап бермейді деген. Сіздер WhatsApp қандай не қоясыздар, 24 сағаттан кейін хаттың бәрі өшіп кетеді деген. Тура сол нәрсені настройкадан қосып қойғаннан кейін, конечно, ол өшіп кетеді, біз білмей қаламыз кім жазғанын да. Сондықтан да қайтадан жазыңыздар, сұраңыздар, бір рет қана жаздыңыздар, болды, күтіңіздер. Именно декретке миллион менің сабағыма қатысып, жаңа біреулер жазып жатыр да, комментарий, логин, пароль күтіп отырмын, бүйтіп отырмын деген. Күтесіздер, міндетті түрде жауап береді. Енді тағы да бір өзекті мәселе, Тілеужан мырза, мынаны айтқым келеді. Кредит мәселесіне. Қаншама адам бар, мен ол кредитті алған жоқпын дейді. Жаңағындай ғой, микрозайм болмаса кредитный историясы құртылып кетеді. Бірақ на самом деле шынымен де біреудің удостоверениясымен, фотошоппен неше түрлі дүниені жасап алып, кредит алып жататын азаматтар болады. Бірақ түбінде ол адам ешқандай кредит алмаған. Соны қалай дәлелдесе болады, не істесе болады? Иә, дұрыс айтасың. Өте қазір қоғамда болып жатқан жағдайлар көп осындай. Мына бұндайлар қайдан шығып жатыр? Бұлардың бәрі мына қазір онлайн несиелер шығып кетті ғой, телефон арқылы тапсырыс беретін. Осындайларды қазір оңайлатып қойды. Өте несие алудың оңай жолы қылып жасап қойды да. Бұның енді зияндары да көп. Ол жаңағы мысалы ұялы телефон басқа біреудің қолына түсіп қалса да, ол жаңағы сіздің жаңағы телефонның арқылы заявка беріп ақша алып жасап жататын жағдайлар бар. Бұнда егер де бұны арбауға түсіп қалып, мына сіздің телефоныңызды біреу пайдаланып, немесе сіздің атыңыздан біреу келіп жаңағы удостоверениені тауып алып, удостоверениенің арқылы несие шығарып алып, сондай анықталатын болса, сіздер міндетті түрде полиция департаментіне, басқармасына арыздану керек. Мен алданғандығы туралы арыз түсіру керек. Содан кейін ол арыз бойынша міндетті түрде тексеріс жүргізеді. Мысалы, жаңа банковский досье дейді, мысалы, банктен досьені алдырады. История, мына несие алушының тарихы дейді ғой, тарихын алдырады банкіден. Оны жерде кім өтініш берді, осы жерден тексеріс жүргізеді. Мысалы, банкке барып өтініш берген адам болса, бұрын енді банкке барып алатын кездерде болды ғой. Сол кезде біреудің құжатын пайдаланып алғандар да болды. Сонда мысалы банкінің қызметкерлері қарай, мына удостоверениедегі адамға ұқсамай ма, тексермей ма, или алдын ала жаңа өздері келісіп алып банкінің қызметкерлерін жасай ма, сондай өте түсініксіз жағдайлар өте көп болды ғой кезінде. Осындай жағдайлар кезінде де біздер полицияға арыз түсіру арқылы банкіден жаңағы клиенттің тарихын алдырамыз. Тарихын алдырған кезде сол жерде несие шарты деген болады. Несие шартының ішінде мына шартқа кім қол қойды, осыны анықтауға болады. Егер де ол қол, мына адам менің қолым емес деп тұрса, мына менің қолым емес, менің қолыма мұндай емес, басқа біреу қойған дейтін болса, сол жерде сот тергеу органдары сараптама тағайындайды. Кімнің қолы екенін анықтайды. Яғни сарапшының алдына осы қол, осы жаңағы жәбірленушінің қолы ма, әлде басқа адаммен жасалған ба деген сияқты. Егер сарапшы бұл мына адамның қолы емес десе, онда мынау жалған құжат екенін анықталады. Ондай жағдайда, жалған құжат екені сараптамамен дәлелденген жағдайда, сол азаматтық тәртіппен сотқа беріп, банк алдындағы шартты, қарыз шартын жарамсыз деп тану туралы талап қоя алады. Сонда банк ол жаңа сараптаманың қорытындысымен дәлелденгеннен кейін ол шартты жарамсыз деп таниды. Яғни жарамсыз деп танылғаннан кейін бүткіл историядан жаңағы қарыз несінен алып тастауға толық мүмкіншіліктер бар. Айтып отырмын, бұл мәселе менің бір танысымда да солай болған. Соның атынан жалған кредит алды, бірақ ол соттасып, соңына дейін барып, өзін кредит алмаған дәлелдеп, одан кейін жаңа ПКБ-ның базасында черный списокқа кетіп қалған ғой, соның барлығын тазалап алды. Себебі ақта құдай жақ, соңына дейін барды. Біз ана қазақшылыққа салынып, қойшы жарайды, ой, садақа жарайды, ойбай бұйырғаны басаман болсын деп кейде сондай нәрсеге салынып кетеміз. Бірақ өз құқығыңызды қорғап, соңына дейін жүретін болсаңыз, бұл өмірде көп нәрседе жетістікке жетуге болады. Осы нәрсені айтқым келеді. Барынша сауатты тырысу керек. Тағы айта кететін жағдай, мысалы бізде қоғамда көбінесе мына несие жөнінде көп достарына, ағайындарына несие алғызатындар бар. Көп ондай. Сөйтеді, төлемей қалады да, ана туысы зардап шегеді, ана досы зардап шегетін жағдайлар өте көп. Сондай жағдайда несие егер алып бергің келіп баратса, ол адамға досыңа алып бергіңді, міндетті түрде қолхат алып ал одан.
Енді мына нотариус арқылы жасау міндетті емес, кәдімгі өз қолымен жазған қолхат, жаңағы сол қолхаттың да заңды күші болады. Яғни ол қолхатта өзінің жаңағы несие кімге алып беріп жатыр, сол адам өз қолхат жазады. Мен пәленше өзімнің досым төленшеге несие алып беру туралы өтініш беріп жатырмын. Өзімнің жеке шаруама керек болғасын. Банкіден алған несиені өзінің банкінің өзінің кестесіне сәйкес өзім төлеп тұруға міндеттенемін деген осы 2 ауыз сөзді жаздырып, қолхат жаздырып алсын. Кейіннен ол адам төлемеген жағдайда, сіз осы қолхат арқылы банкіге төлемеген кезде, ертең банкі тоқтатады ғой, енді есепті тоқтатып, ақшаның сумасын нақтылаған кезде, сол суманы осы адамнан өндіретін кезде банкі сотқа беріп жатады осы адамды. Сол кезде бұл мына адамды өзінің досын сотқа беру арқылы ақшаны өндіріп алуға толық мүмкіншілігі бар. Ол қолхат арқылы толығымен қанша адамға өндіріп алып беріп жатырмыз. Бірақ қолхатты көбісі ұялғаннан алмайды, танысынан, досынан алмайды. Содан кейін ертең осы несиені өз төлеуге мәжбүр болады. Ал енді Тілеужан, қазіргі заманда ғой, мысалға қолхатсыз телефонның камерасын қосып видеоға түсіріп алса, ол заңдық тұрғыдан жарамды бола ма? Мысалға, мен Мырқымбай Бәтима бірдене осындай азаматтан осынша ақша алып отырмын, бүйтіп отырмын деп ақшаны көрсетіп, сондай видео ертеңгі күні ол алғаның дәлелдейтін құжат ретінде санала ма? Яғни бейне, видео, әлде міндетті түрде қолхат болу керек па? Енді қараңыз, бұл жерде видео арқылы алуға болады, бірақ ол жерде оның уақыты көрсетілмеуі мүмкін. Кейбіреулер былай түсіріп алып, кредит алып жатырмын, мойындаймын, өзім төлеп тұрамын деген сияқты айтады да, жалпылама айтады да, ол қай жылы түсірген видео. Оның уақыттарын көп ескеріп жатпайды. Содан кейін егер уақытын айтса, мысалы өз адам айтса, бүгін 5 шілде 2022 жылы осындай деген сияқты етіп. Қандай банктен алып жатқан, қандай банкіден несие алып жатқан, қандай суманың көлемінде, қандай шарттың негізінде осылардың бәрі көрсету керек. Егер де ол адамнан содан ол адамды видеоға түсіретінде одан рұқсат сұрау керек. Мен сізді видеоға түсіру арқылы мен осындай сұхбат алайын, енді сізге несие алып беріп жатырмын ғой мен. Ертең сіз төлемей қалсаңыз мен қаяқтан сізді даулап жүремін деген сияқты. Немесе жаңағыдай қолхат арқылы алса да, ол өте тиімді болады. Қолхатта жаңағы сол күнгі қолхат жазып жатқан күнін жазу керек. Сосын жаңағы несиені банктың сәйкес өзім төлеп тұрамын деген міндеттемені алғандығы туралы жазу керек. Болды, олайда жаңа видео арқылы да жасауға да болады. Бұл енді ертең өзің опық жеп қалмау үшін алдын ала сақтықтың шарасы ғой, сақтық шарасы. Жасаған дұрыс өте. Tesla медиаға алдандым, ақшамды қайтара ала алмайсыз, ол алаяқтардың барлығы Қазақстанда емес, вообще. Мен айттым ғой, қайдағы жоқ нәрсеге салмаңдар. Tesla деген бар, Илон Масктың заңды түрде компаниясы, акция алатын болсаңыз, биржаның ішінде Американ қор биржасындағы NASDAQ-тан аласыздар деп мен талай тегін пост жаздым. Тіпті ақылы сабағымда бар, бірақ именно пирамидаға алданба деген тегін сабағымда тұр, приложениямда. Қарасаңыздар, сол жерде түсінесіздер. Енді алуыңыз өте қиын, сондықтан енді әр істің қайыры бар, өмірлік сабақ алдыңыз деп өзім есептеймін. Сондықтан сауатты болыңыздар. Компанияның аттары көп, неше түрлі компания болады. S-Group дейді, D-Group, A-Group, дәулеттен, Тілеужаннан, болмаса Tesla Media, Tesla Bank, Tesla Group, жаңағындай Tesla Dubai деп неше түрлі аша беруге болады. Бастысы, бірақ бәрінің системасы бір. Басында ақша салып кіресің дейді, апта сайын ақша түсіп отырады дейді, артынан адам тіркесен тағы ақша аласың дейді. Бәрінің системасы бір. Сондықтан қалай айтсам болады, компаниялар шыға береді, жабыла береді, ашыла береді, бірақ системасы бір, алдау схемасы өзгермейді. Сондықтан өздеріңіз сауатты болыңыздар. Тілеужан мырза, оқырманға айтатын басты 3 кеңес дейікші. Құқықтық сауаттылық бойынша оқырмандарға не айтасыз? Біздің эфирдің аяқталуына санаулы минут қалды. Енді халыққа айтатыным, өте сауатты болыңдар, көп оқыңдар, көп ізденіңдер, өздерің құқықтарыңды біліп жүрген жақсы. Мына пирамидаға, мына басқада кооператив дейді, басқада инвестиция деген сияқты лотерея ойындары деймін жалпы. Ешқайсына ақша салмаңдар, ешкім сізге пайда бермейді. Оның барлығы алдау,
5-10 теңге алдын ала бергенмен кейін үлкен суммадағы ақшаны күтіп отырады, соны салғаннан кейін барып сізден байланыс үзеді. Сондықтан осындай арбауға түсіп қалмаңыздар. Сосын мынау жаңағы шетелден жаңағыдай поселка бар, алатын сізге біреу беріп жіберді, сізге мына біреу қалдырып кетті деген сияқты, соны алу үшін мынандай 5-10 теңгені төлейсіздер, таможняның ақшасын, сосын барып затты алуға болады дейтін сияқты өте көп әлеуметтік желіде сондайлар көбейіп кетті ғой. Сондайға алданып жатқан адамдар өте көп. Сол жағынан өте сақ болыңыздар. Сосын мына несие жөнінде сіздерге хабарласып, мына сіздің атыңыздан біреу несие алып жатыр екен, соны тоқтату керек, тездетіп мен айтқандарымды істеп отыр дегендерге де сенбеңіздер, өздерің құқықтарыңызды қорғап жүріңдер. Сосын мына алимент жөнінде де жақсы мәселе көтерілді. Мен енді көптеген сұрақтардың барлығы осы алимент жөнінде. Жалпы осы біздің сұхбатты көрсеңіздер, мен көп осы жаңағы жалпы мына сот орындаушылардың мына тағы да бір айта кететін жағдай, жаңа мен айтуды ұмытып кетіптім. Мына сот орындаушылар егер де мына алимент өндіру туралы өзінің жұмыстан немқұрайлы қарайтын болса, бізде қазір барлық облыстарда, қалаларда, аудандарда жаңа мамандандырылған жаңағыдай әкімшілік сот деген ашылды қазір. Осы 1 жылдың көлемінде. Яғни осы сотқа сот орындаушының іс-әрекетіне шағым беруге болады. Шағым беру арқылы мына сот орындаушы ешқандай жұмыс жасамай жатыр, алиментті өндірмей жатыр, мен барам, звондаймын, хабарласам, барғанда тыңдамайды, сөйлеспейді дейтін болсаң, осы мәселенің бәрі осы сотқа жүгінсең, сот өзінің шарасын қолданып, ол сот орындаушыны өзінің жұмысына немқұрайлы қараған үшін наказание дейді, шараларды қолданады. Сондықтан осындай әрекеттерді өздеріңіздер қолдансаңыздар, өздерінің құқықтарыңды қорғасаңыздар, алиментін де алуға болады, жаңағыдай ешкімге де алданбай дұрыс жаңағы бақытта өмір сүруге де болады. Жалпы енді менің енді әзірге осы. Енді жақсы, дәулетті оқырмандар, сау болыңыздар. Тілеужан, тікелей эфирді сақтап қоямын. Енді көптеген пайдалы ақпараттық дүниелер болды. Адвокаттың да парақшасына тіркеліп аларсыздар. Жаңағы посттарын оқыңыздар, көп нәрсені барын жазылатын дүниенің бәрін тегін жазамыз ғой, мысалға. Сондықтан қаржылық сауаттылығыңызды да, заңдық сауаттылықтарыңызды да арттыра жүріңіздер деп айтқым келеді. Рахмет, Тілеужан мырза. Өзіңе де көп-көп рахмет. Енді мына халық үшін, халықтың игілігі үшін осындай істеріңді жасап жатсың, ісің алға баса берсін. Енді ең болмаса кішкене осындай тікелей эфирлер жасап, халықтың кішкене сауатын ашайық, сауабын алайық деген ниетпен жасалып жатқан әрекет. Осындай мен ұсыныстарымды әйтеуір сіздер қолдап, өстіп жаңағы халыққа деген пайдасы бар нәрсе дегеннен кейін осындай істер жасап жатқан, ісің оң болсын. Аман болыңыздар, жұмыстарыңа, кәсіптеріңе береке берсін. Келесі жүздескенше аман есен болайық. Аман болыңыздар. Рахмет, ұжымдар. Мына өзіміз отырып шай ішейік десең, жоқ, менікі қысқа болады. Жаңағы декретке миллионмен қатысты да, бүгін скидканың соңғы күні болғандықтан елдер деген, жаңа Бекарыстан жазсам 600 хат бар дейді. 600 адам пробкада тұр деген сөз. Міндетті түрде жауап береді. Таплинкте сілтеме бар, декретке миллионмен деген сабаққа қатысу үшін жинақтаймыз кітабы керек болса, мына көкті басасыздар. Декретке миллионмен 3900 теңге аударасыздар, чекті жіберіп Бекарысқа күтесіздер. Алған логин парольдарыңызбен дәулеттен мобильді қосымшасынан ақыл сабақ бөліміне кіріп, декретке миллионмен сабағын көресіздер. Тегін сабақта міне тұр. Біз бағанадан бері айтып жатқан пирамидаға алданба деген 4000 адам ғана көрген. Тегін сабақты 4000 ғана адам көреді. Ақыл сабақты 20 мың, 30 мыңдап адамдар көреді. Сондықтан тегін дүниені көріңіздер. Қалтаңыздан ақша шығарғыңыз келмесе, сауатты болайық, білімді болайық, бар болайық, бай болайық, және де оңай олжаға жүгірмейік, дәулетті оқырмандар. Сау болыңыздар.